Бақара сүресі 62 және 69 аяттар. Құранға және Алла елшісіне иман келтіргендер. Яһудилер, христиандар және сәбилер. Осылардың арасынан кімде-кім Аллаға және ақырет күніне кәміл иман келтіретін һәм игілікті істер атқаратын болса, Раббыларының дәргейінде дәрежесіне қарай әр қайсысының алар сауабы бар. Олар үшін ешқандай да қорқыныш жоқ. Сондай-ақ олар әсте қамықпайды. Әй Исраил ұрпақтары! Бір кездері Тур тауын төбелеріңе төндіріп тұрып, Тауратпен амал еткендіктерің жайлы сендерден уәде алған едік. Сонда сендерге өздерің берген кітабымызды мақтап ұстаныңдар, және оның мазмұнына терең бойлап, жадыларыңа түйіп алыңдар. Сонда ғана тақуалыққа қол жеткізесіңдер деп бұйырған едік. Содан соң тағы да сөздеріңнен тайып, сырт айналып шыға келдіңдер. Егер Алланың сендерге деген кеңшілігі мен рахымы болмағанда, екі дүниеде де қатты зардап шегер едіңдер. Араларынан қасиетті сенбі күні күнәға батып, шектен шыққандарды әлбетте білесіңдер. Сонда біз оларға белгілі тұрағы жоқ, қайда барса да сыймайтын қор, жексұрын маймылдарға айналыңдар дедік. Біз бұл жазаны сол кездегілер мен кейінгілерге сабақ әрі тақуаларға насихат болсын деп берген едік. Кезінде Муса сиырды ерекше қасиет тұтатын қауымына Алла сендерге сиыр союды бұйырды дегенде, қауымы оған сен не, бізді келеміз деп тұрсың ба деді. Сонда Муса ел жұртты келеміз дейтін ондай надан болғаннан Алла сақтасын деп айтты. Сол кезде қауымы оған ендеше біздің атымыздан Раббыңа дұға ет, оның қандай екенін бізге нақты білдірсін деді. Муса, Раббым, ол кәрі де, бұқа көрмеген, тым жас та емес, екеуінің ортасындағы күйлі сиыры болсын дейді. Ал енді өздеріңе бұйырылғанды істеңдер деді. Олар тағы да бұйрықты түсінбегенсіп, әй Муса, біздің атымыздан Раббыңа дұға ет, бізге оның түсін нақты білдірсін деді. Муса, Раббым, ол көрген жандардың көңілін шалқытатын, түгі жылтыраған сары сиыр болсын дейді деді.